Сәлем әлем, бұл Караван KZ медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Подкаст жүргізушісі мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін қазақ шоу-бизнесіне шолу жасаймыз. Қазақ өнеріне, қазақ шоу-бизнесіне. Олай болса, кеттік. Өткен аптада мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова сахнаға мас күйінде шыққан әртістерге айыппұл салу және шығармашылығы конституцияға қайшы келетін орындаушыларға тыйым салу туралы ұсыныс жасаған болатын. Ал мәжіліс депутаттары әртістердің тәртібін қамтамасыз ететін заң жобасын қабылдады. Оған сәйкес енді өнер иелері сахнаға мас күйде шығып бәйдеп сөйлеуге тыйым салынбақ. Осыған байланысты бұл ұсынысты Алдуа Қонарова сынға алған болатын. Мәдениеттің адамдарын жарты жылда еске алды, бірақ менің күткенім бұл емес дейді Алдуа Қонарова. Ал менің ойым былай, менде талай концерттерде, түсірілімдерде орысша айтқанда за кадрым болғанмын. Арасымен де сахнаға ішіп шығатын, бәйдеп сөздерді де айтатын. Ол сен продюсер боласың ба сол жобада, редактор боласың ба, оған қарамайтында жұлдыздар бар. Сол себепті бұл заң арасында да керек деп ойлаймын. Ал әнші Назарбектің айтуынша сахна түгілі байқауларда, қазылар алқасында отырбақта ішімдік ішіп отыратын белгілі адамдар, танымал тұлғалар бар. Олардың кім екенін, қандай байқауларда екенін Назарбектің өзі айтып беруге уәде берді. Олардың кім екенін, аты жөндерін, яғни сол себепті осы тақырыпты біз алдағы уақытта подкастта талқылайтын боламыз. Осыған байланысты әрине, сондықтан өткізіп алмаңыздар. Айтпақшы, өткізіп алмау үшін біздің ютубтағы арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Баян Есентаева, Алагөзова екен ғой. Ол өткен аптада әлеуметтік желіні біраз шулатты. Оның жары Тұрсынмен бірге билеген видеосы желіні жарды. Билегенде тұрған не бар деп ойлайтын шығарсыздар, дегенмен оның дене пішініне қарау керек. Біреулер оны жүкті десе, біреулер толып кеткен деседі. Дегенмен де продюсердің өзі ешқандай пікір білдірмеді. Бірақ жүкті болуы да әбден мүмкін. Не болса да бақытты болсын дейміз. Өткен апта Қуат Найманды әлеуметтік желіні біраз шулатты. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген сөз бар ғой қазақта. Ол туралы біраз жерде айтылды, жазылды, әлеуметтік желі шулады. Бұл тақырыпты қозғамай-ақ қояйық, бірден басқа тақырыпқа көшіп кетейік. Қазақ болу қиын емес, Борат болмау қиын. Бұл менің сөзім емес, бұл блогер Әли Ибрагимовтың өзінің YouTube арнасында айтқан сөзі болатын. Бұл сөзбен келіспеймін деп айта алмаймын. Өйткені расымен де Борат еврейлерді жек көреді, ал бізше. Біздің бойымызда ұлтшылдық бар ма? Ал қазақ әйелдері ше, біздің қоғамымызда олардың орны қандай? Біз сол Борат сияқты қазақ қыздарын ұрлап, оларға зорлық көрсетпейміз бе? Біз сол Борат сияқты әйелдерімізді құлға теңемейміз бе? Қалай ойлайсыздар, осы сұрақтарға жауап бере аласыздар ма? Жақын арада Бораттың екінші нұсқасы жарық көретінін естідім. Мен ашуланып неге шығарайын деп жатыр деген ой мүлдем болған жоқ. Өйткені Борат секілді адамдағы жоқ пенделердің бары рас. Меніңше ол соны осы фильмде көрсетуге тырысты. Ал сіз не дейсіз? Бүгінгі подкастты, бүгінгі шолуды жағымды, қуанышты жаңалықпен тәмамдағым келіп отыр. Қазақстандық әнші, еліміздің мақтанышы Данэлия Төлешова ақшта өтіп жатқан America's Got Talent өнер додасының ақтық сынына жолдама алды. Ол жарады, ол өзін бүкіл әлемге таныта білді. Әрине, біздің елімізде де, Қазақстанды да. Бұл байқаудың ақтық сыны 22 қыркүйек күні өтетін болады. Бүгінге осы сіздерге елді шулатқан, елдің аузында жүрген шоу-бизнес жаңалықтар туралы, мәдениет туралы хабардар еткен болатынмын, яғни шолу жасаған болатынмын. Келесі кездескенше, келесі жүздескенше, Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.